Қайырлы күн қыздар, жейтін, бірақ семіртпейтін, калориясы аз, арықтап жүрген қыздарға арналған пайдалы ПП пицца дайындаймыз. Ең бірінші керегі пайызы аз творог, менде президент творогы. Және 2 жұмыртқа. Екеуін жақсылап араластырамыз. Және диеталық ұн қосамыз, кез келген, менде кукурузаны. Қыздар, осы жерде дәміне қарай тұз салуды ұмытпаңыздар. Және егер де сұйық болса, міндетті түрде ұн қоссаңыздар болады. Дәл осылай қолға жабыспайтындай етіп илеп, дөңгелекше етіп аламыз. Енді бетіне салмаларын дайындаймыз. Бізге ең бірінші керегі құс еті. Дәл осылай 4 бұрышты етіп тураймыз. Қызанақты дәл осылай жіңішке әрі ұзын қылып тураймыз. Тәтті бұрышты да кубиктап тураймыз. Сырды алдын ала осылай жіңішке етіп турасаңыз да болады. Немесе үккіштен өткізіп, дайындап қойсаңыз да болады. Менде сыр моцарелла. Соусына аз процентті қаймақ және 1 қасық томат пастасын қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Пиццаның түбі жабыспас үшін пергамент қағазды алдын ала майлап қоямыз. Қамырды дәл осылай жайып, дөңгелектеп шығасыз. Қыздар, мен бұл жерде 4-еуін шығардым, бірақ сіздер 5-еуін істесеңдер болады. Жіңішке етіп жайып. Өйткені піскеннен кейін қалыңдап, тез көтеріледі. Бәрін жазып болғаннан кейін алдын ала дайындап қойған соусымызды жақсылап жан-жағына жағып шығамыз. Және де алдын ала дайындап қойған салмаларымызды дәл осылай кезегімен үстісіне салып шығамыз. Алдын ала қызып тұрған духовкеге 180 градусқа 25-30 минутқа қызарғанша жібереміз. Қызарып піскеннен кейін үстіне сырымызды қойып, қайтадан 5 минутқа духовкеге жібереміз. Вуаля, дайын. Сыры дәл осындай езіліп, ып-ысы ПП пицца дайын болды. Қыздар, міндетті түрде отбасыңызға, балаларыңызға пайдалы пиццаны дайындап көріңіз. Дәмі өте дәмді шығады. Біреуінің өзі өте тойымды. Видеоны соңына дейін көрсеңіздер, лайк және комментарий басуды ұмытпаңыздар. YouTube каналға міндетті тіркеліп алыңыздар. Алда әлі талай пайдалы ПП рецепттер шығады.